Сәлеметсіздер ме, менің құрметті көрермендерім. Мен жұмыстан келдім, жаңа ғана кешкі асымызды шектеп жатырмыз. Енді менде үйде бар заттармен бір кішкентай салат жасайын деп жатырмын. Ол үшін мен жаңа ғана 2 жұмыртқа пісірдім. Бір мандарин бар, үйде крабовый палочки бар екен, майонез, сосын кукуруза. Ал ендеше бастайық. Екіге бөліп жіберіп, балам сабақтан келді, өзіміз жұмыстан келдік. Кешкі асымызды шектеп жатырмыз. Ыстық тамақтың қасына өстіп, үйдегі бар заттарды қосып, 2 жұмыртқа, жалпы жүгеріні керемет жақсы көремін мен. Так, тағы осыған чуть-чуть. Енді бізде бір бас чеснокты ezейік. Кішкене тұз қосайық. Мен 3 кісіге тағайындап, сәтте осындай тіл үйіретін салатымды жасап жібердім. Сіздер де осылайынан жасай қойып, отағасын қуантып, отбасыларыңызға дәмдеп жасасаңыздар болады.